Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен Slidesko программасы арқылы презентация жасауды үйренетін боламыз. Ең алдымен Google платформасына кіріп, Slidesko деп жазып, бірінші шыққан ссылкамен кіретін боламыз. Кіргеннен кейін бізде осындай шықты. Енді осы жерге біз өз тақырыбымызды жазатын боламыз. Менің тақырыбым жасанды интеллекттің білім берудегі маңызы деп тақырып алдым. Сол бойынша презентация істейтін боламыз. Келесі бізде осы галочканы басып, біраз күткеннен кейін осындай түрлі тақырыпқа байланысты шаблондар шығарып береді. Бұнда тегін немесе ақшалай шаблондарды көрсеңіздер болады. Біз өзімізге ұнаған бір шаблонды таңдап, Continue түгмесін басатын боламыз. Келесі қадам бізде Google аккаунт сұрайтын болады. Google аккаунтты жазып, сол бойынша кіреміз. Google аккаунтты мен жаздым. Келесі қадам бізде осындай 100% болғанға дейін күтеміз. Ал мына төбесіндегі 0-ден 3 дегеніміз бұл бізде үш-реттегін сапалы әрі жылдам презентация жасауға болады. Келесі презентациялар бізде ақшалай болады. Біраз күткеннен кейін бізде осындай дайын мәліметтермен презентация істеп берді. Кіріспесі, жасанды интеллект білім берудегі маңызы деген тақырыптарды қойып, өзі мәлімет шығарып берді. Осы жерде сіз қосатын немесе алатын мәліметтерді жазсаңыз болады. Келесі қадамымызда генерат түгмесін басатын боламыз. Осы жерде сіздің презентацияңыз бірнеше минутта дайын болады деген, яғни сөздерді презентацияның ішіне орналастыратын болады. Келесі осы сайтқа біз баға беретін боламыз. Ал осы жерге біз ағылшынша өз пікірімізді жазып кетеміз, яғни осы сайтқа арналған пікірімізді. Келесі қадамымызда осымыздың дәрежеміз белгілейміз, яғни оқушы, мұғалім немесе студент деген сияқты. Студентті таңдап, осы жерге тағы емейлімізді жазатын боламыз. Осы емейлді жаздым. Submit түгмесін басып, енді біздің презентациямыз дайын. Жалпы сіздің файлдарыңыз қай жерде сақталады, сол жерге кіріп, сіз презентацияңызды көруіңізге болады. Тағы генерат түгмесін басатын боламыз. Бізде осындай файл бар, яғни загрузкині басып, жасанды интеллект дегенге кіріп, өз презентациямызды көрсеңіз болады. Міне менің дайын презентациям. Сіз осы сайт арқылы дайын, сапалы, әрі жылдам презентация жасауыңызға болады. Жалпы бізбен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий жаса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.